Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бүгін менде домашний блог, үйге генеральный уборка жасайтын боламын, және барлығын қолымнан келгенше видеоға түсіремін. Менімен бірге болыңыздар. Егер видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Телефон шұқылап істеп жатыр деп ойлап қалмаңыздар. Мен инстаграмды да жүргіземін. Осы жерде аккаунтым бар. Инстаграмға тіркеліп кетсеңіздер болады. Күнделікті өмірімді, онлайн жұмысым жайлы инстаграмға көп саламын. YouTube каналымның және инстаграм каналымның дамуына өз үлесіңізді қосып кетіңіз. Телефонды осылай сторис салу үшін кейде-кейде қолданамын. Ал менімен бірге болыңыздар. Ары қарай қазір үйді до конца жинаймыз. Декабрьде үйді эмульсиялап шыққанмын. Но бірақ есіктің мынандай табалдырықтарын тағы актейін деп тұрмын, эмульсиялайын деп тұрмын, мынандай кір болып кеткен де балдар ұстайып.
барлығын жуып тазалап шықтым. Енді тек қана жуылған перделерді іліп қойсам болды. Есесін мына жерді тазалаймын. Қазір түсіре алғанша түсірдім. Сіздерге ұнап деген ойдамын. Ал енді мына жерді тазалайын. Ата-енеме арасында уколдарын салып жатырмын. Менің негізгі мамандығым фармацевт-технолог, высшее образованияда оқығанмын, но бірақ декретте, үйде отырмын. Бізде фармацевтикада укол салуды мүлдем үйретпейді. Мен өзім практикада жүрген кезде әпкемнен үйреніп алғанмын. Солай укол да саламын. Ертең ашық сабақ болады, әрі 8 мартқа чепите болады екен мектебінде. Соған, нежный, осыдан ғана 23 штук табылды. Сөйтіп осындай йогурт алдым и банан алдым, тоже 23. И үйге балаларға тоже 3 қосып алдым. Надан да турасында 5 қосып алдым бұдан. Осындай зат алып қайттық. Ертең берса қызымда праздник. Достар, менің видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздерге мотивация болады деп ойлаймын. Осы видеоны көріп отырсаңыз, значит, сізде үйіңізге тұрып уборка жасап тастаңыз. Давайте каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз және комментарий жаза кетіңіз.